Кемел адам Қайрат Жолдыбайұлы. Табиғи тағамдарды көбірек тұтыныңыз. Табиғи тағамдардың тағам түрі көп. Бірақ мына заманда фастфуд, қуырылған тағамдар, термиялық өңделген, тазартылған азық-түліктер, тазартылған майлар мен маргариндер секілді табиғи емес тағамдар өте көп. Егер өлі тағамдардан бас тарта алмасақ, ағзамыз ферментке мұқтаж болып, қоқысқа толады. Біле жүріңіз, ауыр тағамдарды тұтынудың зардабы 30-40 жылдан кейін байқала бастайды. Адам үнемі шаршап жүреді, әл-қуаты азаяды. Кез келген жұқпалы ауруға бейім болады. Сондықтан ең алдымен ферментті азық-түліктерді таңдаңыз. Олар көкөністер мен жеміс-жидектер, теңіз өнімдері, шемішке дәні және жаңғақ түрлері. Бұл өнім түрлерін тамақтану рационына енгізіңіз. Күнделікті тұтынсаңыз, энергияңыз қалыпты жағдайда болады. Май, нәруыз және көмірсу. Кез келген тамақтың құрамынан май, нәруыз және белок, көмірсу табылады. Бірақ көмірсудың жақсы және жаман түрлері барын көпшілік біле бермейді. Әлбетте, бұл нюанстарды спортшылар мен дұрыс тамақтануға назар аударғандар ғана біледі. Осы секілді майлар мен нәруыздардың пайдасыз